Taobao мен 1688-ге тіркелу үшін ең алдымен Alipay'ды скачать етіп, тіркеліп алуымыз қажет. Ол үшін Play Market'тен Alipay приложениясын скачать етіп аламыз. Міне осы приложенияны жүктеп аламыз. Alipay'ге кірген кезде осылай шығады. Бұл жерден Agree деген көк батырманы басамыз. Разрешить. Енді осы жерден плюс 86-ның орнына плюс 7 Қазақстан мемлекетті таңдаймыз. Бұл жерге телефон номеріңізді жазасыз да Next батырмасын басамыз. Тағы да Agree'ді басамыз. Бірінші тұрған кнопканы басамыз. Тағы да Agree. Енді телефон номеріңізге 6 сандық код келеді. Сол кодты осы жерге енгіземіз. Міне мен тіркелдім Alipay'ге. Енді ары қарай мей деген мой профиль бөліміне өтеміз де мына батырманы басып, өзіміздің атымызды жазамыз. Екінші тұрған никнейм дегенді басып, мына жерге атыңыз жөніңізді жазыңыз. Мен бұрын тіркелгендіктен атымды кішкене өзгертіп жаздым. Гүлдана, аяқ жағына гүл деп қосып қойдым. Save батырмасын басып сақтаймыз. Артқа шығамызда настройки бөліміне кіреміз. Бірінші тұрған жазуды басып кіреміз. Міне бізде ТБ логин ашылды. Осы логинмен біз Taobao мен 1688 сайттарына кіре береміз. Біз енді қазір Alipay'дың төлем паролін орнататын боламыз. Ол үшін Alipay паспортқа кіріп, осы жерге 6 сандық пароль ойлап табасыз. Ол парольді ұмытпаңыз, төлем жасайтын кезде міндетті түрде осы парольді енгізетін боласыз. Екінші рет тағы қайталап жазамыз. Next'ті басамыз. Бұл жерден ештеңені баспай, назадты басып шығып кетеміз. Төлем паролін орнаттық. Енді біз 1688 бен Taobao аккаунтының паролін орнататын боламыз. Яғни осы парольмен Taobao 1688 сайттарына кіреміз. Ол үшін Login Settings батырмасын басып кіреміз. Бірінші тұрған жазуды басамыз. Бұл парольді төлем парольмен шатастырмаңыз. Төлем паролі ақша төлейтін кезде керек. Енді сіздің телефон номеріңізге 6 сандық код келу керек. Сол кодты осы жерге жазамыз. Автоматты түрде осылай шығады. Бұл жерге әріп сан аралас пароль енгіземіз. Бұл парольмен 1688 Taobao сайттарына кіресіз. Save'ті басамыз. Тағы да басамыз. Өзі автоматты түрде шығып кетеді. Болды, парольдарды орнаттық. Енді бізде ТБ логин, төлем паролі және Taobao мен 1688 сайтына кіретін пароліміз бар.